Осы шолпан неге child free қазір енді белең алып жатқан, және былайша айтқанда өте бір неге негативный нәрсе. Бұл жақта Мағжанды оқығаннан таңғаласың, кәдімгідей батыстың ойымен ойлап, қалай балалы болу керектігіне дейін қазіргі психологтардың айтып жүрген сөзін сол кезде сол кітапта айтқан ғой, қаншама жыл бұрын. Сол кездегі қоғамның да шолпанның қаны дейді ғой, шолпанның өлімі солардың да бір мойнына артылған бір жүк болған сияқты болды маған. Мен толық келісе алмаймын. Қоғам өлтірді деген сөзбен. Сен кел маған деп айдаладағы бір қызға, оның ішін білмейсің, оның семьясын білмейсің, оның несін білмейсің, қалай адамдар бір басынан бір қойғың келді. Сонда айтады, бізде суреттеген кезде сыртқы әрекетті, келбетті, көріністі анық беруге шеберміз дейді. Мен сол қоғамда болсам, мен шолпанды да жек көретін едім. Өйткені ол жиіркенішті нәрсе біріншіден. Сәлем достар. Бүгін бізде әдеби терапия арнасында кезекті сеанс. Бүгінгі сеанстың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі әңгімесі. Шолпанның күнәсі әңгімесі автордың бізге жеткен жалғыз прозалық әңгімесі, және тура 100 жыл бұрын Шолпан журналында жарық көрген екен. Бүгінгі талқылауға арнайы келіп отырған қонағымыз бар, Арайлым, және де модератор мен Еркежан, менің әріптесім Үміт. Қыздар, қалай, Шолпанның күнәсін оқыдыңыздар ма, және қандай әсер алдыңыздар? Шолпанның күнәсі ол 100 жыл алдыңғы кітап, жазылған шығарма ғой енді, бірақ көп нәрсе, көп өте актуальны нәрселер, өте көп қозғалған нәрсе. Бұл жерде Шолпанның күнәсінде бір 10-15 бет болғанмен де оның ішінде өте көптеген Мағжан Жұмабаевтың бір өте керемет бір суреткерлігімен және оның символикалық нәрселерді қолданғаннан бір ерекше әсер алдым мен негізі. Мен осы туралы сұрағанда Шолпанды біреулер ақтап жатты, біреулер даттап жатты. Иә, оны өлтіргені дұрыс болды деген сияқты әңгімелер болды, бірақ енді осы туралы кеңінен талқыласақ па деп отырмыз. Яғни жастардың ойы бойынша, яғни жаңа көзқарас бойынша. Енді алдағы уақытта көреміз енді. Мен Шолпанның күнәсін 2 күн бұрын ғана оқыдым. Мұхтар Әуезовтің Мағжан туралы айтқаны бар ғой. Мен Мағжанды сүйемін, европалық үшін сүйемін деп. Сол оқисың да, Мағжанның қазақ емес, басқаша көзқараспен жазғанын байқайсың. Қазақ әйелдерінің басқа ұлттың әйелдерінен кішкене артта қалғанын жеткізген. Бірақ енді оқыған кезде Шолпанды ақтап алатыныңды да білмейсің, даттайтыныңды да білмейсің. Екі ойлы қаласың. Және бұл жерде атақ айтатын бұл қазақ әйелдерін басқаша көрсеткен. Яғни мысалы бір білмеймін, енді мен үшін революция деп айтуға болады осы шығарманы. Өйткені қазақ әйелдері басқаша, мүлдем. Ойлайсың, Шолпан деген кішкене дерзкая ғой, ол көп адамдар қанша оған бүйтіп сөйлессе де ол елемеді ондай бір басқаша салқынғанды деп айтуға да болады. Енді көбінесе әдебиетте әйел образын бізде өте қатты идеал қылып көрсететін ғой. Жаңағы көнгіш, сондай үйдің шаруасын дөңгелетіп отырған, ұрпақ тәрбиелеп отырған деп. Осы Шолпанның күнәсінде сол кездегі қыздардың образын қалай берді деп ойлайсыздар? Жаңағы басында айтады, Шолпан қатарындағы құрбыларынан бақыттырақ деп, сүйегіне қосылған, ол өте бір сирек кездесетін жағдай деп. Иә, Мағжан Жұмабаев осы бір ғана сөйлем айтады ғой. Шолпан өзінің сүйіктісіне қосылған ару деген сияқты. Сол бір сөзімен-ақ сол кездегі қазақтың қыздарының жағдайын көрсеткен сияқты. Яғни ол кезде, енді 1923 жыл жазылса, ол кезде енді ашаршылықтың белең алып жатқан уақыты, қыз балаларды бір арпа бидайға сатып жібере салу, малға сатып жібере салу деген сияқты, ол жерде қыз баланың қадірі кішкене кете бастаған кез болды. Себебі ол кезде халықтың жағдайы ауыр болды. Сол кезде Шолпан жарып шығып өзінің сүйгеніне қосылған бірде бір ару болған, ол шығарма бойынша. Және қазақ романдарында көбінесе әйелді солай көрсеткені, ол әйелдер сондай болыңдар деген бір қазақ зиялылардың бір посылы сияқты. Менің көзқарасым бойынша, яғни олар
баланы да дүниеге алып келеді. Яғни былайша айтқанда әйел адам бір екінші рөлдегі адам сияқты ғой бұл жерде. Көп жағдайда көп шығармаларын қарасаңыздар екінші бір неге бір қалай айтса болады әсерлеуші бір образ ретінде көрсетеді да ол нәрсені, әйел адамды. Ал мына жерде енді басты рөлде Шолпан болғаннан кейін Шолпанның мінезін анық аша алған деп ойлаймын мен. Әйелдің басқа да әйелдің бір түрі болатын. Менің көзқарасымша сондай болды. Ашалғанда жоқ, ашылмаған сияқты. Өйткені Маржанның сөзі бар ғой. Теңіз терең емес, әйелдің жаны терең деп. Өзі де Шолпанды аша алмады негізі ол кісі. Жоқ, мен айтқаным мысалға көбінесе ер адамдарды ашып жатады ғой. Ер адамдардың мінезін ашып жатады. Бұл жерде Шолпанның ойымен санасы, Шолпанның ойы арқылы бұл нені шығарманы жазды ғой, соны айтып жатырмын мен. Шолпанның ойын, Сәрсенбайдың ойын білмейміз ғой біз. Бірақ мына жерде Шолпанның ойы арқылы жазғанын бір әйел адамның бір несін ашқан сияқты болды, маған бір мінезін ашқан сияқты болды. Көбінесе сыртқы әрекеттермен ғана сипаттайтын ғой әйелдерді. Сол Мұхтар Әуезовтің де «Заман шарты» деген мақаласы бар, сонда айтады, бізде суреттеген кезде сыртқы әрекетті, келбетті, көріністі анық беруге шеберміз дейді. Негізінен жаңағы психологиялық тұрғысынан характерді ашу, образды ашу үшін ішкі жан дүниесінде көрсеткен тиімділік болады, соны қолға алу керекпіз деген ұсыныс тастайды. Енді әңгіме басы бойынша жаңағы Шолпан тұрмысқа енді шыққан кезінен бастайды ғой. Күйеуі Сәрсенбай. Жаңа үміт айтып кетті, онша ашылмаған кейіпкердің бірі деп, қалай ойлайсың, ол жаңағы оқып отырған кезде жаңадан ғана оқыдым деп айттың ғой. Қандай күйеу дейміз ба, қандай образ Сәрсенбай деген? Көп дүниемен шаруасы жоқ адам сияқты. Басқа тұрмайтын. Енді 8 жылда адам деген бала туралы, ер адамның бала туралы ойламау мүмкін емес қой. Онда ер адам, ол заман тұрмақ қазірдің өзінде жоқ қой, дамыған заманда. Не Шолпанды шынайы жақсы көргені белгісіз, не баланы жақсы көргені белгісіз, өмірде кімді жақсы көргені белгісіз ол Сәрсенбайдың. Жай бір жүрген адам сияқты. Яғни өзінің қалауын білмейтін сондай бір адам сияқты көре, бірақ енді ішкі жан дүниесінде білмейміз ғой не болып жатқанын. Мүмкін оның арғы түбінде бірнеңе болды ма, немесе ол өзі білді ма бала болмайтынын, білмейміз енді ол жағын. Бірақ бұл жерде көбінесе айтып жатқаным ғой, енді Шолпанның ойы арқылы біз жетегімен кетіп жатырмыз да осы шығармада. Бедеулігін білген де сияқты көрінеді, білмеген де сияқты. Бірақ ол заманда қайтып келеді бедеулігін, медицина дамымаған. Қызық. Бірақ бейқам жүретін еді, таңғаласың. Мүмкін ішіне аласапыран бірдеңе, мүмкін оның мінезі сондай шығар, не үшін білдірмейтін сондай. Мүмкін оған бала керек болмады ма, білмейміз енді ол жағын. Осы жерде жас жұбайлар ғой негізі, жұбайлар арасындағы коммуникацияның жоқтығын осы жерден көруге болады. Сөйлеспейді. Жаңағы күйеуінің ойын Шолпан өзі ойлайды, өзі сұрақ қояды, өзі жауап береді, өзі шешіп тастайды да. Қазіргі кезде де сондай бір проблема бар ғой, әлі де адамдар арасында коммуникацияның дұрыс қойылмауы. Бірінші бала кім Шолпан бала бере көрме деп сұрайды ғой негізі. Ең бір әңгімедегі. Менің ойымша осы Шолпан неге child free қазір енді белең алып жатқан, және былайша айтқанда өте бір неге негативті нәрсе ғой. Біздің қазақ қоғамы үшін өте шок нәрсе да, child free деген. Бірақ сол кездің өзінде менің осыны айтсатында революция тұрды дегендей. Мағжан Жұмабаев, мысалы басқа шығармаларда әйел адам баланы күтеді, балалы болуға тәрбиеленеді. Үнемі мен туылғаннан бастап сен ана боласың деп тәрбиелейді негізі қазақ қоғамда. Бірақ бұл жерде Шолпан балалы болғысы келген жоқ. Бұл қызық қарама-қайшылықта негізі. Мен оның ойымша бұл неге балалы болғысы келген жоқ, бұл ана түбінен жатқан сияқты бұл нәрсе. Мүмкін мүмкін кішкентай кезінде Шолпан үлкені болып екінші бала туылған кезде мүмкін бұған махаббат жетіспей қалды ма? Әлде бала туылғаннан кейін ата-анасының арасында бір үлкен бір ұрыстар болды ма? Содан өзін кінәлады ма? Мүмкін сондай сияқты. Содан ол жайдан жай адам балалы болғысы келмейді ғой. Мүмкін оның ішінде қатты бір үлкен травма жатуы мүмкін да. Бірақ ол жерде де ештеңе айтылмаған. Шолпанның ата-анасы туралы да, отбасы жағдайында да ештеңе айтылмаған. Бірақ менің ойымша сондай, яғни адам, жалпы адам баласы ондай үлкен бір ойларға жайдан жай келмейді. Оның артында астарында міндетті түрде бір үлкен бір не жатуы мүмкін, блок жатуы мүмкін, немесе тосқауыл жатуы мүмкін деп айтуға болады. Эгоист сияқты Шолпан.
біреуге махаббатын арнаса, бұл өз бүткіл жан дүниесімен берілетін қыз да тиісінше сол махаббатты алғысы келеді. Мысалға Сәрсенбайға да солай берілді. Әзімбайды басында пайдаланды ғой, кейін өзі соны жақсы көрді. Одан оны жібергісі келмеді. Бойына бала біткеннен кейін баламен сөйлесті. Ол сондай сияқты бір жолға түссе, аяғына дейін қуалап кететін сияқты. Бір адам таңдаса, аяғына дейін сол адам таңдайтын сияқты. Өмірдің басқа тұсын көрмейді ол. Енді мына жерде мынаны айтса да болады, әйел адамның сол кездегі ер адамды бір әлем деп көріп алуы бар ғой. Кім үшін де, Шолпан үшін де сондай болды ғой. Яғни Әзімбай оның бүкіл әлемі, басқа Әзімбайдан басқа әлемде вообще адам жоқ сияқты. Тек қана Сәрсенбаймен, иә. Тек Сәрсенбайды ғана көзімен көрді да. Оған дейін балалы болғысы келген жоқ, Алладан үнемі бала бере көрме деп сұрады да. Сәрсенбай айтты, балалы үй базар, баласы үй мазар. И содан кейін бір нәрсе пайда болған сияқты. Ойын тез өзгереді. Тез өзгеріп кетті. Иә, тез өзгеріп кетті. Яғни осы уақытқа дейін барлығы енесі де айтты оған, басқа құрбылары да айтты. Баласы деген бұл өмір емес қой деген сияқты. Одан кейін Сәрсенбайдың бір ауыз сөзі оның бүкіл ойын өзгертіп жіберді да. Яғни әйел адам, бұл жерде де бір кішкене бір символика бар сияқты. Яғни әйел адам, ер адамды сол кезде әйел адамдар ер адамды бір әлем ретінде, бір табынушы ретінде көрінген сияқты. Яғни бір ауыз сөзінің өзі бүкіл әлемін өзгертіп берген сияқты болды да Шолпанның. Ол өлдесе өліп қалды мүмкін. Иә, сондай сияқты, иә. Ол қазіргі заманға интерпретациялайтын болсақ, ол Шолпан үйде отырған әйел ғой. Иә. Ол күйеуінен басқа әлемі жоқ негізінен. Оны тіпті Құдайдан жоғары қойып қояды. Иә. Жаңа айттым ғой, айтқан сөзінің қандай әсер беретінін, бір ауыз сөзінің, иә. Осы жерде автор бір ауыз сөзінің қабыл болып кететінін, сөзге абай болу керек, ойға абай болу керек екенін көрсеткен секілді. Өйткені шынымен де 3 жылдай бала көтермейді. 5 жыл ма? 3 жыл. 3 жыл басында. Тілегені 3 жыл. 3 жыл тілейді, 3 жылдан кейін 8 жылға дейін көтеремін. Яғни Мағжан Мамаевтың өзі негізі психолог қой, психолог-педагог қой, ол сол кезде әдемі айтып кеткен ғой. Яғни сөздеріңе абай болыңдар, ойларыңа абай болыңдар, тілек тілегенде абай болыңдар деген сияқты, сондай бір немінде келтірген сияқты. Сондай астармен де жеткізген сияқты. Бірақ басқа тілектер орындалған жоқ қой оны. Қандай? Ол бала бере көрме деген ол тілегі өзіне байланысты емес сияқты, Сәрсенбайға байланысты сияқты. Иә. Бала бермесе Құдай Әзімбаймен қосылғанда да бермейтін еді ғой. Ол ендеше Құдай оның бастапқы тілегін орындамаған. Қызық пікір екен. Жоқ, мынандай ғой, бұл Шолпанның өзі негізі балалы болғанды қалаған жоқ іштей. Ол тек қана Сәрсенбай үшін ғана баланы туып, және екеуі сондай бір. Оның Шолпанның ойы негізі тек қана Сәрсенбаймен бақытты болу болды ғой. Басында балалы болғысы келген жоқ, себебі Сәрсенбай екеуінің арасындағы махаббат болмай қалады деп ойлады. Екіншіден Сәрсенбайдың бір ауыз сөзінен, яғни екеумізді байланыстыратын бала деп ойлады. Яғни баланы бір екеумізді бақытты қылатын бір объект ретінде қарастырған сияқты болды да маған Шолпан өзінің осы әңгімеде. Яғни бала екеуін дәнекерлеуші арасындағы бір объект, немесе екеуін құртатын бір объект ретінде бар ғой. Менде басқаша көзқарас пайда болды. Егер автордың тарапынан қарайтын болсақ, бұл жерде негізі ұлттық психологизмді көрсеткен сияқты. Себебі ер мен әйел арасындағы сыйластық, қарым-қатынас, отбасы құндылықтарын көрсеткен, және отбасыдағы баланың маңыздылығын ашып көрсеткісі келген сияқты. Яғни бала үшін әйел, әсіресе әйел бәріне барады. Бәрін жаңағы өзін тіпті қатты төмендетуге де дайын екенін көрсеткісі келген шығар деп ойладым. Жоқ, Шолпан бір нәрсені тереңнен ойламайтын адам. Ол алдағы 10 жылдығын, 5 жылдығын ойламайтын қыз. Ол жағдайға қарай ойланады екен. Үйленді, бақытты болу туралы ойлады. Бала керек, күйеу бала керек деген кезде бала туралы ойлады. Оны көтере алмаған кезде оны көтерудің жолын ойлады. Бір күндік өмір ғой? Иә. Сол не бойынша. Не дейді? Орыстар по течению деп айтады ғой. Ол заманда ол қалыпты нәрсе деп ойлаймын. Және мынандай, мен осындай бір ойға келдім да, негізі бұрын қазақтар ақсақалдар шешкен ғой, ақсақалдар сол кездің бір психологы болған. Егер балалы болмаған кезде бір жыл оларға не береді екен, бір
уақыт береді екен. Бір жылдың ішінде егер балалы болмайтын болса, бірінші әйелден сұрайды, одан кейін еркектен сұрайды, не болды араларында. Мүмкін ер адам өзінің міндетін атқара алмай жатқан шығар, мүмкін әйел адам өзінің міндетін атқара алмай жатқан шығар деген сияқты екеуінің арасында коммуникация орната білген да. Одан кейін 3 жыл күтеді. 3 жылдан кейін міндетті түрде екеуін қойып сұрайды екен. Сен ары қарай балалы болмаса да екеуінің біреу міндетті түрде бедеу болады дейді. 3 жылдан ары қарай көтере алмаса, немесе ер адам, немесе әйел адам бедеу деген ойға келген олар. Содан сұрайтын болған олардан, ары қарай бірге өмір сүресіңдер ме, әлде әйел адам өзіңнің ажырасып, сен кететін болсаң, саған рұқсат деп айтатын болған. 3 жылдан кейін. Ал бұл жерде енесі, атасы, сол жердегі бір үлкен кісілер де бұлардың арасына қосылып, сендерге не болып жатыр, неге балаларың жоқ деген сияқты бір олардың арасына да бір коммуникация орнатқызбайды да. Және жұрттарға да бір Шолпанға деген бір несі бар. Әркім өзінің ойымен жүреді, яғни арасында бір қосатын екеуінің сондай бір ой болмайды, ешкімде ой болмайды. Бәрі ойлайтын шығар, мүмкін Шолпанның өзі қаламай жатыр деген сияқты бір, немесе сондай, әркім өзінің ойымен жүреді. Басында айтып кеттік қой, Шолпан былайша қарағанда тәуелсіз әйел, жолатпайды ешкімді, иә. Қанша кім не сөйлесе де, отбасының мәселесіне ешкімді жолатпайтын әйел деп көрінді. Былай қарасаң, бірақ күйеуінің пікіріне қатты тәуелді. Мысалы Сәрсенбайдан да сұрап, енесі, немесе екеуінің қосып қойып, енесі болды ол кезде, сұрап, не болып жатыр араларыңда деген сияқты бір үлкендік адамдар болған жоқ та мына неде, ситуацияда. Мағжан енді араластырмай отыр оларды. Иә, мүмкін араластырса келген шығар. Енесіне таңғалғаным, Әзімбаймен арасында өсек шығады ғой, бәрі бояу сіңгеннен кейін. Енесінің сол кезде бір айтқаны, Әзімбай қайның үйге жиі келіп жүр ғой, келін неге деген сияқты. Иә. Одан кейін басқа тұрмайды, ол ақылын да айтпайды. Иә, сондықтан үлкен адамдардың несі жоқ, иә. Содан кейін не ғой, ең қызық жері, Әзімбай, яғни біледі Шолпан, бедеу екенін біледі да, енді маған бала бер деп сұрайды. Яғни ол ала оның тілегін қабылдамайды, одан кейін прадар келін деген бір не болады, атқа не болады, сосын оны Әзімбай мазақтайды. Сол кезде де айттым да, Әзімбай да бір сұрамады да, сен не болды, сенің жан дүниеңде не болып жатыр, сен неге мынандай неге келдің деген сияқты бір, өйткені тез ауысады ғой ол, әдем болып жүреді да, бірден намазға жығылып кетеді. Ол да бір кішкене адамның несін сұрамаған да бір-біріне. Ол заманда қоғамда жаңағы біреудің ішкі көңіл күйі, сезімі, рухани құндылықтары деген тақырып біраса қызық болды деп ойламаймын. Ол кезде тіршіліктің қамы, бір күндік өмір деп айттық қой жаңа. Сол үшін бір не болып қалды екен деп халін сұрап, көмек көрсетудің орнына мына жынды болып кетті деп айта салған әлдеқайда жеңіл болды. Ары қарай басын қатырғысы келмейді, ары қарай тиіспей ақ қойдыңдар. Өзімнің күніме де шүкіршілік. Әзімбайдың оған бас қатырмаған себебі, ол заманда қайнысының жеңгесінің төсегіне, көрпесіне қол сұғу, жас өспірім балалардың үйленбеген қыздарға керегеден қол сұғу деген ол қалыпты жағдай болған. Ол әкесі жата ма, шешесі жата ма қарамайды. Жүсіпбек Аймауытовтың Күнікейдің жазығы бар ғой, сонда кілең сондай балалар. Көрінген қыздың төсегіне қол сұғатын балалар. Құлыпты ашып, қызды түн ішінде сайғалып кететін балалар. Ол заманда ол қалыпты жағдай болған. Ол заманда адамдар сол арқылы рахат алған өмірден. Сондықтан ол рухани жағына бас қатырмайды. Негізі Шолпан айтқысы келді, бірақ Әзімбай айтқызған жоқ қой. Тыңдаған жоқ, иә. Білгісі келген жоқ. Оның сана сезім сондай болды. Ол кезде бір Әзімбай да бір өзі қызық жігіт қой. Санасыз бала ғой негізі. Қарайтын жағы жоқ. Андай өтпелі кезіндегі баласы. Иә, 17-18 жасар. Сондай кішкентай бала. Кімде де. Мен жындымында да сондай сана бар ғой. Ауылға келін түссе, сол үйдің терезесін салып жүреді екен балалар. Иә. Соның бар, былай орысша айтқанда развлечение сол ғой ауылдағы негізі. Жоқ, таңғаласың да, Әзімбайдың сол кездегі жасы 17-18 жас. Шолпанға тиіскен кезде. Оға дейін ол 3 жыл бойы Шолпанға тиіскен екен. Сонда 17-тен 3 алып 14 жас. Енді 14 жас. Кішкентай бала 14 жаста кезде. Сондай кезде сондай нәрсені рахатты деп түсінген ғой. Иә. Енді естиді бір-бірінен, үлкен ағаларынан естиді. Ол кезде 21 жаста, 20 жаста үйленген ғой. Сол кезде естиді. Олар да басқаша болған ғой. Нағыз педофилдар сондайлардан шығады негізі. Мүмкін, иә.
мүмкін деп ойлаймын. жоқ ол кезде болған шығар, сақтасын. мүмкін олар жоқ қазақтың дұрыс мақалы бар ғой, түсінбеген шығар. алдында айттым ғой, Иә. жеңгетайдың бір саны күйеуінікі, бір Иә. саны Қайнысы. қайнынікі деп. Негізі түп тамырын қайдан шыққан, не үшін шыққанын білмеймін, бірақ былай қазіргі күнге қарасаң біртүрлі мақал ғой. Енді мүмкін сол кезде қазақтар үшін бұл норма болған шығар. Жоқ, Яғни яғни жеңгеге кішкене үйге келген кесу, құлтақтау. келін қайнағасына да қайын інісіне де Тиесілі. көз салуға болады деген бір месседж тұрған сияқты көрінеді маған ішінде. Рас қой негізі. Қазір қорқатын болдық қой шынымен, туған әкесінен, бауырларынан, ағасынан да қорқатын, сондай соңғы жаңалықтар өкінішке орай көп көбейіп кетті ғой. Сондықтан бұл ойландыратын нәрсе негізі. Қызық үшін жаралған деген сөз. Иә. Менің ойымша дұрыс. Спектакльдерде сондай репликалар бар ғой. Яғни қызды бір объект ретінде ғой, Иә. яғни ол бала дүниеге алып келуші ана деген сияқты адам, тұлға ретінде емес, бір қалаған кезде көңіл көтере салатын бір адам ретінде бір көрінген сияқты, сондай бір ой қалыптасады негізі. Енді Әзімбайды одан кейін ол шамандарға барады, ол ештеңе болмайды. Соңында ол соңында шешеді енді. Мен мынандай мақал айтады ғой ішінде, ойнас қылсаң да ұл тап деген ба бір. Ойнас қылда ұл тап. Ойнас қылда ұл тап деген сияқты. Сондай сол мақалды өзінше бір не ұстайды да ол. Бір қалай айтса болады, соны бір арқау етеді да. Сосын деген әке іздейді балаларына. Әке іздеген жері қызға өзінше талғайды ғой әкелер. Талдайды, иә. Маған керісінше ол бір әдемі нәрсе көрінді автордың тұрғысынан қарағанда. Әйел таңдай алады деген ба? Жоқ, тектілігін, мінезін, оның бәрі қанмен келетін, білетін көрсеткен сияқты да автор. Ол жерінде күшті келтіреді негізі. Енді былай жеке тұлға ретіндегі көзқарас бойынша ол дұрыс емес нәрсе негізі, отырып алып өзіне ойнас таңдап отыр ғой енді ашынас. Айдаладағы адамдардан. Иә, содан. Жоқ, таңдаса барып айтатын беді, қызық. Егер Әзімбайдан басқасын таңдаса, мысалға. Әйел қулығын жасайды ғой. Кішкене. Ода мақсат бар, қалайды балалы болуын керек. Осы жерде Шолпанның тәуелсіздігін байқауға болады, өзі айтқанын істейтін Шолпанның. Иә. Ондай кез келген қазақтың әйелі ол заманда сондай бір шешімге келеді. Қорқынышты ғой. Қорқынышты нәрсе. Ол кезде ұят болады деген нәрсені ең шарықтап тұрған кезі ғой енді ол заманда. Сосын Әзімбайды таңдап алады. Не үшін Әзімбайды таңдап алады? Әдемі болған. Киносында өте әдемі актер ойнайды. Иә, Нұрлан Әлімжан. Ол жерде сұрақ туындамайды. Оған Шолпан тұрмақ бәріміз сенеміз. Енді бірақ оқып отырған адам елестетеді ғой. Иә. Қалай сипаттады, неге таңдап алды? Аңқау болған үшін шығар, айтпайды деп ойлады. Жігіттің аузында сөз тұрмайды ғой. Бірақ иә. Ол не істейді ғой, бойын айтады, тектілігін айтады, осыдан болса бір осыдан бір жақсы бір ұрпақ болады деген. Бойы ұзын болады оның, сымбатты болады, тағы сөз шең болады, сондай. Иә, енді сол ауылдың бір беделді бір адамның баласы болады. Көп қыздардың көзі Әзімбайға түсетін сияқты сол кезде. Иә. Сонда айтады ғой. Ал Әзімбай ол қыздарды жақтырмайды. Енді ол қыздар айтады ғой, ол қыздар не ол? Ештеңе көрмеген деген сияқты айтады ғой кімге, Шолпанға. Маған сен сияқты жеңге керек деген сияқты сондай. Тәжірибелі қыз дейді ғой. Иә, сондай. Онан кейін екеуі жарайды қосылады, балалы болады. Бірақ сол кезде Әзімбай білді ғой, Сәрсенбай білді ғой негізі. Бәрі білді, бірақ ешкім тағы да ештеңе айтқан жоқ. Жарты жыл бойы. Иә, Шолпанға да ештеңе деген жоқ. Яғни бірақ мен ойымша Сәрсенбай бәрібір де Шолпанды қабылдауға баласымен қабылдағысы келді. Дайын болды ол. Өйткені біліп жүрсе де оған ештеңе деп алмайды ғой. Бірақ оның жыны келгені, яғни балалы болғаннан кейін де ол мен ары қарай ойнас болып кеткен, сол оның жынына тиген сияқты меніңше Сәрсенбайдың. Және баланы көтерді, оған дейін де ел арасында әңгіме болды, Сәрсенбайдың құлағына бір түртіп айтады ғой бәрі бірде. Неге ол үндеген жоқ сол кезде де? Сол. Бірақ сөз. Үйге де бірақ үндемей кіреді, шығып кетеді. Иә, сосын ұрады ғой Шолпанды. Ер мінез болса, Әзімбайды сол кезде орнына қояр еді ол, Сәрсенбай. Бірақ Шолпанның да ақымақтығы бар да. Бойына бала бітті.
бірнеше ай өтті. Енді Әзімбай не шаруасы бар? қой болды. Сәрсенбай арбасымен кеткен кезде Әзімбай шақырып үйде бірге жатты. Иә. Шолпан да ақымақты ғой сол. Содан кейін ұсталды екеуі. Содан жаңа ұрып жібереді деген А, есімде иә. қалмапты. Айтады ғой, Шолпан ішінен ойлайды ғой, мен мысалға бірдеңе түсіп кетсе, немесе бір ағаттық бірдеңе жасап қоятын болса, Сәрсенбай бірден қол жұмсап жіберетін болған. Өзінің ішіндегі агрессиясын солай көрсететін болған ғой. Сөйлей алмайды, тілін жұтып қойған сияқты, бірақ сондай агрессиясын сондай нәрсемен көрсетеді. Бірақ Шолпан айтады, мені ұрғанша менен сұрамай ма? Не болды саған? Неге сен Әзімбаймен жүрсің деп мен сұрасам, мен жауап беретін едім ғой деген сияқты ішіндегі сұрау керек, несі бар. өзі неге айта салмайды? Енді ол одан күтіп жүр. Сәрсенбай Шолпаннан күтіп жүр. Сөйтіп өткен кезде өмір өтеді. Яғни бұл жердегі ең үлкен проблема бұл сол адам не тек қана ер мен әйелдің арасында ғана емес, ол адамдардың, жалпы адамдардың арасында коммуникацияның жоқтығы, бала мен ананың арасында коммуникацияның жоқтығы, әйел мен ер адамның арасында коммуникацияның жоқтығы, яғни бұл үлкен проблемаға алып келеді деген сияқты бір не ой жатқан сияқты. Түсінуге де болады. Сәрсенбай сыртта жүрген шаруаның адамы, Шолпан үйдің шаруасындағы адам, шынымен орта тақырып жоқ қой, айтатын. Айтатыны Сәрсенбайдың айтатын көршінің балалары. Иә. Шолпанның айтатын үй тірлігі, мал. Иә, бірақ мен сондай қазірде енді Алла сақтасын көп қой, балалы бола алмай жүрген, 10 жылдап өте үлкен депрессияға ұшырап жүрген әйелдер де көп, бірақ менің ойымша ол баланы бір не ретінде қарамау керек та, өмірдің мәні ретінде қарамау керек. Бала ол сені бақытты ететін бір, және сенің ұрпағыңды жалғастыратын адам, иә, бұл тұлға, индивид, бірақ оны бір өмірдің мәні, бұл бала болмаса менің өмірім бітеді деген сияқты нәрсені қарамау керек та. Баласыз да өмір сүруге болады. Құдай сақтасын, 5 баласы бар, 5 баланы бірден алып кетіп жатқанда кездер бар. Сол үшін баланы бір өмірдің бір үлкен бақытына Алладан да жоғары бір неге қалдырып кетуге меніңше болмайтын сияқты. Иә, бала деген бақыт, бірақ ол өмірдің мәніне айналмау керек та. Яғни өмірдің мәні ол сен болу керексің. Яғни сенің ішкі қалауың, ішкі жан дүниең, өзіңмен жұмыс деген сияқты. Сол мен көптен бері балалы бола алмай жүрген адамдарға соны айтқым келеді. Яғни Алла тағала берсе береді, бермесе оны әр жақтан бір сұрап, немесе қатты бір байланып қалудың қажеті жоқ. Біркем дүниенің болатындығын көрсеткен ғой Мағжан. Иә. Сұлу болды, сүйгеніне қосылды, бірақ бала жоқ. Басқа қыздар сүйгеніне қосыла алмады, оларда онша сұлулық болмады, бірақ 3-4 баладан 5 баладан оларға берді. Сосын мына Шолпанның күнәсі емес, бір мақұлықтар әлемі деп қою керек еді артынша. Өйткені барлық адам мына жақта мылқау. Иә, мылқау кәдімгідей. Жануардан айырмашылық жоқ. Қуанышты кезінде де сөйлесе алмайды бір-бірімен, қиындық кезінде де сөйлесе алмайды бір-бірімен. Иә. Міне бір күнделікті күйбең тіршілікті анау бүйтіп қойды, мына сөйтіп қойды деген әңгіме ғана болды. Арасында басқа әңгіме жоқ. Бір ары қарай жоспарлау, мынандай жасайық, кішкене былай дөңгелетейік мынаны деген сияқты адамның ойы. Кез келген сол жерде қарасаңыздар, ондай ой жоқ. Яғни сол кезде қазақтардың ашына неған сияқты, Мағжан Жұмабаевты андай ашына бүйтіп айтқысы келген сияқты, кішкене көздерін ашыңдар, басқа да әлем бар бұл өмірде деген сияқты. Бірақ ол заманда байдың баласы болмасаң, оқыған азаматтардың да бір болашағы бұлыңғыр болды ғой негізі. Жаңа кедейдің баласы оқыған болып келсе де, оның ары қарай өсіп кетуіне, жаңағы шаруа дөңгелетуіне, болашағы негізі екі талай нәрсе, сұрақтар көп болатын еді. Жоқ, негізі кез келген жағдайда негізі алып кетуге болады. Жоқ, мысалы кім Торайғұловтың Қамар сұлуында да оқыған жігіт болады, Ахмет, шатаспасам аты, сүйген Ахмет. Ол оқыған бала болады, бірақ қойшының баласы. Оның ақшасы жоқ, оқығаннан не пайда деп оған ата-анасы бергізбейді қызын. Не ол арғы түбін қарап тұр ғой ол кезде. Сол ғой ата-анасына қарайды, немесе сол бір тектілігіне қарайды да, баланың өзіне қарамайды. Шолпанның күнәсінде бай мен кедей жоқ қой. Бәрі тең. Иә, ол да әлі. Ешқайсысын бөлмейді. Міне бұл жерде бәрі бір зомбилар сияқты өздерінің өздері жоқ.
сондай бір бірақ сосын нәрсені Мағжан бабай бір басқаша алып келген да, яғни сол кездегі өмірді басқаша көрсеткен бізге кейінгі неге. Одан кейін жарайды. Енді көтереді, бірақ Сәрсенбай дәл сол ситуацияның үстінен түседі дағы, бачтын шығарып тепкілеп ұрып тастайды. Сол кезде бір айтқан сөзі бар ғой, мен саған ойнас тауып, ойнас қылып бала тап дедім ба? Бала тап дедім ба деген бір сөзі бар. Яғни ол оған дейін білді. Біріншіден, екіншіден екеуінің арасында ешқандай коммуникация болмаған екен, сондай агрессиямен оны шығарып тастады. Яғни ол екеуі отырып әдемілеп сөйлесуге болатын еді, үлкен адамдарша. Бірақ оларда бір кішкене бір бала позициясымен болды да. Ұнамаса бір сондай бір балалар кейде жылап неған кезде қатты агрессиясын айтып шығарады ғой. Сондай сияқты болды да мына жерде де. Үлкен адамдарша әрекет жасаған жоқ олар. Жоқ, ол жерде андай ғой. Енді бастап Әзімбаймен көңіл көтеріп жүрген кезінде де білді ғой. Иә, білді. Үндеген жоқ сол кезде. Бірақ күйіндіріп жіберген Сәрсенбайды. 6 айлық болады ішінде, бала. Кәдімгідей несі болады да, сұрағы болған кезінде де тоқтатпағаны күйіндіріп жіберген сияқты қатты. Өйткені әңгімесінен көріп қаламыз, баланы қалай жақсы көретін, ол баланы қабылдауға мүмкін дайын да болған шығар деп ойлаймын. Яғни сол кезде қоғам екіге бөлінеді ғой. Біреу ойбу сорлау деген сияқты бір әйел айтады, екіншісі сендерді өлтіру керек деген сияқты. Сол кезде Алдан аузың алма деп. Иә, екі адамның сөйлеу арқылы қоғамды екіге бөледі. Яғни біреуі Шолпанды жақтап алғысы келеді, екіншісі Шолпанды өлтіргісі келеді деген сияқты. Сәрсенбай Шолпанды тексергісі келеді негізі деп ойлаймын. Бұл осы бетімен қай жаққа дейін барады екен, қашан тоқтайды екен, соны білгісі келген. Ол бір сондай сәтті күткен. Қылышты, темірді қызғаншағында бас дейді ғой. Ол көзімен көріп бір факт ұстау үшін күткен. Елдің сөзіне ерген жоқ. Ол өз көзін жеткізгісі келді. Сосын ұстады. Сосын барып әрекетке көшті. Иә. Қатты ашуланады ғой енді Сәрсенбай. Содан біреу келеді, иә, оны 40 рет не істеу керек үстінен. Шелек сумен тазалау керек. Бірақ сол, білмеймін, мен ондай хадисті де ондай мұсылманшылықпен істеді ғой ол нәрсені. Или шариғат бойынша деп айтады, бірақ шариғатта ондай бар ма екен, мен таппадым негізі. Талақ айтқаннан кейін тазалап алып қайтадан күйеуін талақ қосу үшін. айтуға жоқ. Егер әйел адам сондай бір үстінен ер адамның өзінің күйеуінен үстінен жүретін болса, оны өлтіруге 40 үстіне қылуға 40 шелек су құйып тазартып алу деген нәрсені. Өйткені басқа бір фильмдерде бар ғой, бір фильмде шын болған оқиға, сол арасында өсек жүріп кетеді, әйел адам басқа біреумен жүрді деген, сөйтіп оны жатқызады да шариғат бойынша деп айтады. Оның адамды көміп тастайды да жақ несіне дейін, мойнына дейін тастатады. Бала шағасы бар, күйеуі бар, сол жердегі адамдардың барлығы оған тастатады. Шариғат бойынша деп айтады. Бірақ мен ондай ешқандай не бойынша көрмедім, яғни ешқандай біздің исламда шаралар мен де естімеппін негізі. Ешқандай исламда әйел адамды қандай жағдай болса да осындай жағдайдың өзінде оны ұруға, өлтіруге ешкімдің құқық бермеген негізі. Жалпы ешкімнің өміріне құқық бермеген. Талақ айтыңдар деп, егер ұнамаса, егер осындай жағдай болатын болса, талақ айтып, оны жіберіңдер деп болды. Ары қарай оны сазартып алыңдар деген нәрсе, енді мен ойымша ондай нәрсе жоқ, мен таппадым. Мен ондай үлкен нелерден де естіген жоқпын. Фильмнен көргенсіз ғой, сол фильм бар. Ауғанстан ба? Иә, оны шариғат бойынша деп айтады, иә. Бірақ ол жақта шариғат туралы айтылмаған, адамдардың өздерін әйелді уысында ұстап тұру үшін шығарған дүниесі сияқты. Бірақ соны өздерінің соты болды, басқа мемлекет араласа алмайтын. Иә, өйткені өздерінше бір шариғат деп, өздерінің бір нелері бар да, бір үлкен бір ұсталып жататын, біз ислам бойынша жүреміз деген сияқты. Бірақ ондай нәрсе ешқандай неде жоқ, хадистерде немесе бір Құранда осындай жағдай жасаса, иә, күнәлі, түсінікті, бірақ оны өлтіруге менің ойымша ешкім ешқашан адамның қандай жағдай жасаса да, қандай бір подлость дейді ғой, жасаса да, семьяға, жанұяға болсын, күйеуіне болсын, ешқандай қоғам оны өлтіруге құқысы жоқ. Араласпаулар керек еді. Мүмкін осылай кімге Сәрсенбайға талақ айтқызып,
үйіне бір өте бір үлкен бір масқаралықпен жібере салу керек пе еді деп ойлаймын. Яғни сол кездегі қоғамның да Шолпанның қаны дейді ғой, Шолпанның өлімі солардың да бір мойнына артылған бір жүк болған сияқты болды маған, өлтіргені Шолпанды. Мен толық келісе алмаймын қоғам өлтірді деген сөзбен. Өйткені негізі Шолпанды екі нәрсе өлтірді деп есептеймін. Біріншісі, ұрып жатқан кезде Сәрсенбай оны көршілер қалайда бір араласуға тырысты. Қоғам көршілер қоғамның бір мүшесі ғой, арашалап алуға тырысты, жаңа күйеулерін шақырды, ананы ұста деген сияқты, иә. Бірақ енді бәрібір ұрып тастады ғой. Жай ғана бүйтіп итергеннің өзі қалай ауыр тиеді қыз баласы үшін, сондықтан қоғам 100% кінәлі деп айта алмаймын. Біз не үшін сол қоғамды кінәлағымыз келіп отыр, өйткені соңында Шолпан бәрібір өледі. Егер де оны жаңа көршілер араласып құтқарып қалды деген қорытынды болса әңгімеде, бізде қазір ой болатын еді. Қарашы, 100 жыл бұрын әйелді қалай қорғаған деген сияқты ой қалыптасушы еді деп ойлаймын да. Сол себепті де автордың шешімі сондай болды. Шолпанның өлімімен тоқтады. Яғни қоғам тырысса да бәрібір қалай айтса болады, толық бір шын ниетпен, толық қалап емес, ол жерде өлтіріп қоясың ғой, сен мойныңда қан қалады ғой деген ғана сөздер айтылады, по-моему, иә. Сол үшін ғана олар араласты. Екінші нәрсе, оны өлтірген білімсіздік, қоғамның білімсіздігі. Жаңа айтып отырсың, шариғатты сылтауратып, сондай сылтауратып демей-ақ қояйын, шариғатта солай айтылған деген желеумен шатаспасам күздің кезі, иә, қараша желтоқсан кезі суық күнде далаға шығарып алып, күн әлі шықпаған сұп-суық 40 шелек суды үстіне төгу, білмеймін, далада суық күнде су ішудің өзі қалай әсер етеді, тоңып қаласың, иә. Сондықтан ол жерде білімсіздік те бар. Ол кез келген сол классикалық қазақ әдебиетіндегі қоғамның білімсіздігі көрінетін нәрсе. Адам ауырған кезде оны мазаламау керек деген нәрсенің өзінде сақталмаған ғой. Бәрі келіп алып, жаңағы вирусы бар, инфекциясы бар, қасында отырып алады ауру адам. Тура сол сияқты бұл жерде қоғамның білімсіздігі де бар. Мен ойлаймын да, егер Шолпан емес, Сәрсенбай егер осыны жасаса, қалай болар еді деп. Ақтап алар еді. Яғни, иә, сен бала туып бермедің ғой оған. Иә. Не енді Сәрсенбай сондай жүріс жасады, бұл сенің кінәң деп айтатын еді. Ал егер енді мына жерде әйел адамның күнәсін, әйел адамның осындай бір қылығын қоғам кешпейді. Қазір де сондай негізі. Қазірден кішкене болса да білмеймін енді қалай, бірақ қоғам тура солай. Қоғам ешқашан әйел адамның ондай жүрісін кешпейді. Ал ер адам болса ақтап алады. Әйел адам, тіпті ер адам әйел адамды өлтірсе де ер адамды ақтап алады, ақтап алғысы келіп тұрады. Ер адамды сонша үлкен дәрежеге жеткізген өздері жаңа ситуацияда да салтанатты қандай қаралап күйеуін кішкене ақтап алғысы келгендер екі жаққа бөлінді ғой. Мен сол кезде ойлаймын да, сондай біз анасыма довела деп тұр. Сондай біз ер адамды Құдайдың несіне көтеріп жүргенбіз, оларға сондай бір кешірілмес күнә жасаса да оларды ақтап алғымыз келіп тұрады. Мен сол қоғамда болсам, мен Шолпанды да жек көретін едім. Өйткені ол жиіркенішті нәрсе біріншіден. Зина деген көзге шөп салу, ол тәннің рахатын 5 минут рахатты орындау, ол жиіркенішті дүние, ол хайуан ғана істейді ондай нәрсені, адам істемейді. Жаңағы еркекті кешіріммен қарау деген, ол жақта еркекті қазір асқақтатқанмен, еркектің бәрібір көп адамның көз алдында қадірі жоқ. Әйел ана, ол ұлтты тәрбиелейтін ана болғандықтан, ол ондай нәрсеге бармау керек, әрекетке бармау керек. Сондықтан әйелге талап көбірек қойылады. Мен де болсам жек көретін едім Шолпанның бұл әрекетін. Иә, бірақ өлтіруге лайықты ма дегенде сұрақ. Жоқ, өлтіруге ешкімнің хақысы жоқ. Жай ғана әрекетін айтып жатырмын да. Егер сол қоғамда болсам мен, Шолпанға бәрібір болатын еді, менің ойым. Бірақ онымен бір дастарханда отырып дәмдес болмайтын едім, оның бетіне қарап сөйлемейтін едім. Балаларымды оның үйіне мысалға жібермейтін едім.
ол менің көз алдымда ол қадір кеткен әйел болып саналады. мхм Күйеуіне зина жасады ма, бала үшін де зина жасады ма, ол айту керек еді күйеуіне. Менің бала сүйгім келеді, не істейміз, әрекетін жасайық деп тіл аузы бар. Оның миы басқа қайнысымен жатуға жетті да, күйеуімен сөйлесуге жеткен жоқ. мхм бірақ Шолпанды былай қатты сөккім де келмейтін сияқты, иә. Білмеймін, бір сондай мен Мағжан бабай сондай бір келтіреді да, яғни оны ақтап та алғың келеді, оны даттап та тастағың келеді, сондай бір екі ойлы адамды, оқыған адамды екі ойлы нәрсеге не қылады. Сосын аппарат. мынандай Мағжанның былай көрсеткен сияқты, ана мен баланың арасындағы махаббат қана шартсыз, шексіз. Басқа ешкімнің махаббаты бұған татымайды. Бала үшін анасы барлығына барады. Тәуекелге барды бала үшін. Бір шеттен Шолпанды сол жағынан да түсінесің. Ана болғысы келді ғой. Ана болғысы келді, ол барлығына барады сол үшін. Бірақ мынандай менде бір үлкен сұрақ, ол шынымен өзінің қалауы бойынша ана болғысы келді ма деген сұрақ менде. Иә. Ол шын жүрегімен, шын ниетімен ана болғысы келді ма? Өйткені көп қазір психологтар жұмыс жасайды ғой, яғни көп жылдан бері ана болмаған адамдармен, сол кезде олардың іштей өздері қаламайды. Өздері ішінен дайын емес болуы мүмкін, немесе ішінен қаламауы мүмкін. Яғни менде осындай сұрақта, Шолпан шын жан дүниесімен балалы болғанды қалады ма, әлде оған қоғам немесе сол Сәрсенбайдың бақыты маңызды болды ма деген менде сондай сұрақ болды. Сондай сұрақ қалып кетті менде. Мен ойлаймын, өзі қалады деп. Менің пікіріммен. Себебі Мағжан жалпы қазақ әдебиетіне символизмді алып келген алғашқы өкілдердің бірі. Тіпті батыстың, орыстың классиктері оны өте қатты жоғары баға беріп құрметтеген. Тақырыбының өзінде Шолпанның күнәсі деп тұр. Жай ғана Шолпан емес, және Шолпанның кінәсі емес. Күнә дегенде барлығы бірінші ойлайтыны әлбетте жаңағы зинақорлықты ойлаймыз. Бірақ ең басында әңгіменің маған бала билік көрме деген тілегі, ол дұға болып кетті да. Яғни Алланың берген әміріне, табиғаттың заңдылығына деген бір қарсы тілегі болды. Осы күнә осы жерден басталды негізі. Бірақ кейіннен ол өзінің ойының таяздығын, бала керек емес екен деген ойларының дұрыс еместігін түсініп жолға түседі ғой. Баланы беретін кім? Құдай, әрине, бірінші кезекте Құдай береді. Сондықтан оған құлшылық ете бастайды, намазға жығылады. Сол себепті де ол бәрібір де түптің түбінде іштей оны өзі де қалады деп есептеймін. Неге Шолпан? Неге басқа емес деген менде сұрақ бар. Өйткені ол қайтыс болған кезде, өлеңдеп жатқан кезде Шолпан деген ол таң атып жатқан не ғой? Жұлдыз ғой. Ең таң атып жатқан кезде шығатын. Яғни соның өлімімен астасқан сияқты. Сол күн шығатын кезде оның жаны кетті ғой. Сол бір Шолпанмен бірге кетті деген сияқты бір символизм бар сияқты көрінді маған. Шолпан негізі өзінің өлетінін білген сияқты. Иә. Ол өмірді көре алмады. Бастапқыда ол Сәрсенбай үшін баланы жақсы көрді. Кейін бала бойына біткеннен кейін бала мен ана арасындағы байланыс пайда болды. Біз енді түсінбейміз, сіз түсінетін шығарсыз. Сосын баласын жақсы көргеннен кейін бұл өмірді, болашағын көрмеді. Ол әдейі Әзімбаймен сол бір төсекте жатты деп ойлаймын. Сәрсенбай келіп, өз қолымен өзі өмірін қиған қалады. Соған өзі қадаммен барды. Өйткені ары қарай өмірді, яғни шынымен өте қиын ғой. Енді ол кезде қайтып келген Қылжаман деген ат бар. Одан кейін күйеуіне шөп салды деген ат бар. Бәрібір оны қоғам бәрібір де өлтіретін еді. Ол қолмен болмаса да, қолмен өлтіретін болмаса да, бәрібір оны сөздермен, көздермен, сондай бір өлтіретін. Ол бәрібір өмірді көрген жоқ. Ол қазір мысалға сондай бір ұятты бірдеңе болатын болса, басқа жерге кетіп қалып тұруға болады, бірақ ол кезде ондай жағдай болған жоқ қой. Менің ойымша Шолпан өз-өзін өлтірген сияқты бәрібір. Өзі сондай қадамға саналы түрде барған сияқты. Себебі ол ондай қорқады ғой бәрібір де. Ал ондай ой болған жоқ Шолпанда. Ары қарай жалғастыра берді. Ол өзі сондай өлімге де дайын болған сияқты. Сондай саналы қадаммен барған сияқты менің ойымша.
одан да бір шок, сондай бір не болған жоқ қой, қорқу деген сияқты бар ғой, бір білмеймін, бір ешқандай эмоция болған жоқ. сондай эмоция болған жоқ, және ол өзі сондайға дайын болған сияқты. Себебі ары қарай ол өмір сүргісі де келмеген сияқты менің ойымша. Бірақ баланы өлтіру алса да болады, бірақ баланы да менің ойымша қоғам қинап тастайтын еді. Иә, Некесіз бала, бетіне басатын еді. сенің анаң деген осындай жүргіш болған, қыз бала болса өте қиын болушы еді. Және сенің анаң сондай жүргіш болды, сен де сондай боласың деген сияқты оны да қоғам өлтіріп тастайтын еді деп ойлаймын мен. Сол заманда енді некесіз бала деген өте бір үлкен бір дерт сияқты болды ғой олар үшін. Сол үшін де автор екеуін де өлтірген сияқты. Баланы да өлтірді, әйелді де, Шолпанды да өлтірген сияқты. Басқа жазушылардың кітаптарын оқыған кезде ер мен әйел түнде қосылған кезде әйелді бір үнсіз бағынатын адам ретінде көрсетеді. Мына жақта Мағжанды оқығаннан таңғаласың, кәдімгідей батыстың ойымен ойлап, қалай балалы болу керектігіне дейін қазіргі психологтардың айтып жүрген сөзін сол кезде сол кітапта айтқан ғой, қаншама жыл бұрын. Әйел адамның қандай ынта дей ма, қалай төсектегі ынтызарлығын көрсеткен. Бірақ оны Сәрсенбай түсінбеді, миы жетпеді. Соған Шолпанның жыныстады. Мен жалғыз өзім үшін әрекет жасап жатырмын ба деп. Сол кезде қалай Шолпанның соған миы жеткен деймін да. Содан кейін кім Сәрсенбай оны мазақтайды ғой. Сен жоға болайын дедің ба қартайған шағында? Иә. Сол ол одан сайын жынына тетті. Зұлымт болды ғой. Мағжан осы батыстан үйренген осы дүниесін қазақ қоғамына әйелдеріне жеткізгісі келді Шолпан арқылы. Оның маңызды екенін айтқысы келді. Иә, өйткені көп әйелдер көбінесе бізде, себебі мен ойымша қоғамда сондай сияқты, бізде анамызда, қоғамда бұл жаман нәрсе деп үйретті ғой бізге. Ұят нәрсе да, тіпті халал болған, күйеуіңмен болған нәрсенің өзінде әйел адамдарды ұят деген, яғни мен қазір басқаша әрекет жасасам, күйеуім мені басқаша ойлап қалады деген сияқты мүмкін сондай ой болуы да мүмкін да әйел адам. Өйткені қоғам солай қалыптастырып жүрді да. Содан да ойлаймын мен әйел адамдар бәрібір кішкене не қылатын. Ал Мағжан бабай керісінше олай болмаңдар, былай да оның да маңызы бар деген сияқты нәрсені келтірген сияқты. Өйткені жақсы келтіреді, ішінде басында да келтіреді, одан кейін ортасында да ол нәрсе туралы айтылады. Сосын Әзімбайдың әрекеті, төсектегі әрекеті Сәрсенбайға қарағанда пысығырақ екенін көрсетеді. Мүмкін бала содан да пайда болған шығар, білмейміз ғой енді. Енді ол кәдімгі медицина ғой. Мені жұлмалап та тек ол жатты, мені жұлмалап тастады деген сияқты бар ғой арасында, иә, мүмкін. Қызық екеуінің бір барлық нәрсені қамтығысы. Оны жұмыс ретінде қарамау керек дейді. Бұл бөлек дүние. Бүкіл бөлек әлем ғой енді. Ол ер адам мен әйел адамның ортасындағы болатын табиғи нәрсе, бірақ сонда да қоғам сол кезде бір ұятты нәрсе қылып келтірген да. Әлі де солай, иә. Әлі де ондайды айтқысы келмейді. Айтса бір қыз балалар, кішкентай ұл балалардың бәрі бір жаман болып кететін сияқты көрінеді. Әлі де сондай бір нәрсе қалыптасқан бізде. Қарапайым мына итшеккір туралы да айтпайды мамалар. Қазіргі жас аналарда бар шығар, иә. Бірақ көбіне құрбысынан, әпкесінен естиді. Немесе бірінші рет болған кезде қорқынышты, шок болып тұр. Бір әзілді естіген 13 жасымда бірінші рет болды. Сонымен ол болды, бітті, мен де рак деп ойладым деген сияқты. Сондай әзіл ретінде келтірілген, бірақ негізі өкінішке орай табиғи нәрселерді балаға өзінің денесін толық түсіндіріп, түсінуді, біліп жүруді, әр нәрсеге дайындалып жүруді өкінішке орай әлі де өте нашар дайындайды деп айтсақ. Және мынандай нәрсе айтқым келеді, жеке шекара деген қыздарға берілу керек. Қыз балаға міндетті түрде өзінің денесіне, өзінің жыныс мүшесіне тиісуге кішкентай кезден бастап үйрету керек. Мынау сенікі, бұлған тек қана анасы ғана, анаң ғана осы нәрсеге тиісуге және жууға міндетті ма әлде рұқсат, қалған адамдардың ешқайсысына рұқсат емес. Ешқандай, бұл сенің тек қана өзіңе ғана тиісті нәрсе деп үйрету керек. Оны біздің аналарымыз шынымен үйретпеген, және қазір де ондай кішкене қиындау сияқты. Сол үшін бала білмейді оны. Мысалға үлкен адам ұстаса да, мысалы қазір қиындап кетті ол нәрсе. Мұғалімде бетіне шымшып кетсе де. Иә,
бір бүйтіп ұрса да не олар норма сияқты көреді да бала. Ал балаға үнемі айтып тұру керек, яғни баланың өзінің жеке шекарасын қоюды үйрету керек сол бастан. Иә, Үнемі айту арқылы. жаңалық 12 жасар қызға Иә. аборт жасатқан. Яғни Шешесі білмейді. норма, мен ұстады ма, жарайды, ол норма деген сияқты. Мен өзім қорқамын, мысалы мен өзім қыздарымды жаңағы қызда 6 айға дейін үндемей жүрген ғой. 6 айлық болды ішіндегі бала. қорыққаннан, яғни жанұяда не жоқ, эмоциональды сезім жоқ, анасы білмейді қызының не істеп жатқанын, арасында ешқандай контакт жоқ қой. Өзің туған қызының қалай сен, мен түсінбеймін мен ондай нәрсені. Құдай алла басқа бермесін, арасында контакт болмағаннан кейін, байланыс болмағаннан кейін осындай жағдайларға душар болады. Кішкентай кезінен бастап қыз баланы, ұл баланы да қазір қорқынышты жағдайлар болып кетті. Жоқ, қазақтар түсіндіру қыз керек. баланы 40 үйден тыйым дейді да, бірақ ұл балаға қызға жолама, дистанция сақта деп үйретпейді. Иә. Ол саған қарындасың деп үйретпейді. Мына мектепке де, әсіресе ауылдық жерге де жас ұл мұғалімдерді алудың қажеті жоқ. Олар мұғалім, ұстаз ретінде қарамайды. Олар 10-11 класстың сыныптың қыздарына кәдімгі бой жетіп келе жатқан, пісіп келе жатқан бір алма қыз сияқты қарайды. Бір күні келеді, бетіне шымшиды, бір күні келеді, иығынан белінен ұстайды. Сол қадам солай кетіп, ол бір күні сол қызды иеленіп алады. Ол да бар, иә. Иә, жаңағы қызға деген сыйластық құрметті дұрыс үйретпейді. Және өскен кезде де мен жар іздеп жүрмін деп айтпайды. Мен келін іздеймін анама дейді. Анама келін іздеп жүрмін. Үйдің шаруасына былайша айтқанда бір күңі есебінде бір үйдің шаруасын дөңгелетіп отыратын адам. Өйткені үйінде сөйтіп айтады ғой, Иә. келін керек, менің қолымды қашан ұзартасың, келін керек, ана пердені қашан шешеміз, әйелің істейді деп солай үйретеді. қашан қолым ұзарады екен Иә. деп. Сосын сізде арайлым, сізде мен көріп қоямын, сіз өзіңіз историяға саласыз ғой. Яғни сен келін болуға лайық екенсің. Сені келін қылып аламыз деп шештік деп солай жазып тұр. Маған хат келді. Сені келін қылып аламыз деп шештік. Баламның номерін қалдырайын, хабарлас, біздің де мал шаруашылығымыз бар, соны дөңгелет дейді. Қандай, иә? Қандай адамдар, қандай надандық, емі жоқ надандық қой, былай қарап. Надандық, иә, одан өлсе ғана құтылады, оның емі жоқ. Қалай ол айдаладағы бір жеке жоспарың бар шығар мүмкін. сен жеке бар шығар да, мысалы. Мен жеке адам ба, ода шаруасы жоқ. Оның үйдің шаруасын істейтін адам. Күн керек маған, адам жалдап алсын керек. онда. Давай сен кел маған деп, қай айдаладағы бір қызға оның ішін білмейсің, оның семьясын білмейсің, оның несін білмейсің, қалай адамдар бір басынан бір қойғың келді, өлтіріп. сол айтады, қазіргі кезде әйел адам ғой, сондай бір объект ретінде қарайды да, яғни соның бір несі бала туа беретін, сондай бір не дейді, қазір бір сондай бір не шыққан ғой, термин шыққан ғой, жоқ бір жатыр туралы. Сондай үйін тазалайтын, ата енесіне қарайтын, күйеуінің бар жағдайын жасайтын, сондай бір адам ретінде сондай. Жоқ, қазір қорқасың инстаграмға историяға тамақ салып қойсаң да, сонда көздері жанып тұрған ана от шашулар келеді, келін керек деген сияқты. Бір қазақи контент салайын десең де солай, қазақи контенттің жолында жүрген қыз, ол онда болды. Келін болу үшін жаратылған, ол бір бейшара, сондай. Мен мысалға ешкім білмейтін ит мінезді екенімді. Мен тек инстаграмда ғана басым салып жатып қазақша жүргенімен өмірде аздап қоян шықтым бар. Мысалы мен феминист екенімді олар білмейді. Басқаша, мысалы сол образбен ойлайды да, вот міне қараңдаршы міне қандай келін деген. Қиялында бір персонажды шығарып алады, өздері шығарып алады, бірінші соған байлап алады. Ертең мысалға сондай мінез көрсетсең дейді. Мысалға маған 100 шақты адам жазса, сіз менің тағдырым шығарсыз деген сияқты. Айдалада мен не үшін оның тағдыры болуым керек? Иә. Мен тағдырым мысалы Кембриджде оқып жатыр ма білмеймін ғой. Иә, мүмкін. Қызық. Айдалада жазды ол адам. Мен екеумізді қоссаңшы деп шығар. Мен шештім, сен менің тағдырымсың деген сияқты. Сол тағдыр деген нәрсеге көп сене бермеу керек. Иә. Адам өзі жасайды тағдырын. Алла тағала жайдан жай адамға таңдау бермейді ғой, адамның өзі жасайды. Және мен бірдеңе айтайын деп тұр едім. Ұмытқанмын. Шолпан қатысты ма? Жоқ. Сондай не туралы. Мен жындымын да. Осыны міндетті түрде қосу керек. Мен жындымын деген не біз талқыладық та алдыңғы неде. Алдыңғы сеанста. Сол кезде кім Тауфих әйелін жанияны кездестіреді. Екеуі сол кезде сөйлескен кезде айтады, сен маған былай ұнайсың, енді менің ата-анамды өзі кішкене мінезі басқашалау, менің ата-анама ұнасаң болды деп айтады.
сол кезде ана қаланың қызы да қаланың қызы орысшалау. орысша Ана да, ауылдың баласы ма? ауылдың баласы. Қазақи Иә. иә. Сен қалайсың да, сен сонда деп анау қыз айтады. Иә. Сонда сен не өзіңе жар деп тұрсың ба, жоқ ата анаңа бір келінді деп тұрсың ба деген кезде шок болады. Тауфиқ сонда шок болады да. Жоқ деген сияқты. Сол кезден бастап негізі сондай айтатын жігіттерге қыздар өтініш бірден айтыңдар. Сендер жары деп тұрсыңдар ма, әлде ата енеңе қарайтын бір күтуші деп тұрсың ба деген сияқты. Қазір қыздар өздері де кінәлі. Иә. Ата ененің разылығы, ол айдаладағы әлі сенің папа мамаң болмаған адам. Айдаладағы адам үшін үйінде кухняда жүріп әрекет етеді, соларға жағайын деп. Айдаладағы бір жігіт тауып алады да, мен соның разылығын алам дейді. Қыздар өздері бастарына шығарады жігіттерді. Сондықтан жігіттер басынады. Иә. Қыздар өздері бірінші тұлға болып үйрену керек олардың алдында. Өздері кішкенде 16-17 жасар болады да, соның бетіне қарап отырады сол бір Иә. несін. Бүткіл әлемді бір адамға ғана байлақ болады. Шолпан сияқты ғой. Әлем бір адамнан тұрмайды ғой. Шолпанды айта бер. Болдым. Шолпанды қорытындылап жіберейік. Шолпанды енді Мағжан Мамабай өзі екі ойлы қалыптастырғанда осындан деп ойлаймын. Яғни Шолпан сияқты болмаңдар, бәрібір сендерді қоғам кешірмейді. Екіншіден, міндетті түрде кез келген жағдайды, кез келген ситуацияда тек қана коммуникация арқылы ғана шешілетінін айтып тұрған сияқты. Яғни екеуі сөйлесіп, екеуі отырып талқылайтын болса, қоғам оларға кішкене көмектесетін болса, тек қана сырттан піш демей, екеуіне шынымен көмектесетін болса, мен ойымша оны шешілетін нәрсені Мағжан Мамабай былай әдемі келтірген сияқты болды маған. Рахмет. Алай. Әрбір адамда бір алмалы төкпелі мінез болу керек сияқты. Бұл адамдар бір қалыпты болды ғой, жаңа Сәрсенбай, Әзімбай барлығы. Адамда мінез болған кезде ол өзінің ішкі қалауын айта алады, сыртқа шығара алады, ойымен бөлісе алады. Енді бұны біз толық аша алмайтын сияқтымыз. Олын ашу үшін Мағжанмен өзі сөйлесу керек шығар. Білмеймін, Мағжанның ойы мүлдем басқаша сияқты, жұмбақ болып қалды бізге. Ол басқаша ойлайды ғой. Әркім өзі әртүрлі қабылдасын деді. Болды. Мен өзім қорытындылап кетсем, Мағжан жалпы 100 жыл бұрын педагогика, Шолпанның әңгімесі және Батыр Баян осы 3 туындысымен қазақ әдебиетіне бір резонанс тудырған шығар, психологиялық тұрғыда кейіпкерлерін ашу арқылы. Және де Шолпан арқылы, Шолпанның образы арқылы әйел не істесе де, қыз баласы не істесе де, оның таңдауы, шешімі бәрібір де қоғамның көзінде теріс қабылданады деп айтамыз. Бәрібір әйелдің тағдыры қыл үстінде екенін көрсете алған секілді. Өйткені қорғансыздың күнінде де, ұл туғанда да, соңында басты кейіпкер әйелді өлтіреді ғой авторлар. Содан айырмашылығы Шолпан басында бақытты әйел болады. Ал ана туындыларда бақытсыз болып туған жандар сол бақытсыздықтың артында өліп кетеді да. Бұл жерде соны да көрсеткен, яғни қанша бақытты болсаң да бәрібір әйелдің тағдыры қыл үстінде дегенді. Осымен мен бір нәрсе айта салайыншы. Бізде қазақта қыз баласына қонақсың деп үйретеді ғой. Қазіргі өмірдің кейпіне және бұрынғы өмірге қарасаң, қыз бала үйіне ғана емес, өмірге де қонақ сияқты. Оның кететінін, қай күні кететінін адамдар шешеді екен. Өз ажалымен өлетін, қартайып өлетін қыздар, бақытты өлетін қыздар аз екен. Бір сөз естідім осы туралы. Қыз өз үйінде қонақ, өз жұртында қонақ, қайын жұртында бөтен адам. Яғни еті менікі, сүйегі сенікі деп қазақтардың шығарғаны ғой. Біз ешкімге қонақ емеспіз, өзіміз білеміз қашан кететінімізді. Және мынандай нәрсе, соңғы нәрсені айтып кетейінші. Қайын жұрт деген негізі бұл ер адамдарға айтылатын нәрсе. Біз өзіміз барған жерімізді өз жұртымыз деп қабылдау керек екен да. Яғни ал өзіміздің жұртымыз ол төркін болып қалады біз тұрмысқа шыққаннан кейін. Қайын жұрт деген негізі қыз ұл балалардың тарапынан айтылады. Және өз жұртым деп айту үшін қыз баласы сол өз жұртының өзі, сол өзімнің адам, бұл біздің үйдің адамы деп қабылдау керек. Сол кезде ғана келін барған әйел, барған қыз сол құнды болады. Сол жұртты өз жұртым деп айтуға не болады, сенімді болады да. Өз адам ретінде қабылдаса, жалғастыруға құнды адам болады. Бауырларым бар да,
Құдай бұйырса олар да болашақта жарларын алады. Сол кезде мен тойда мынандай тілек айтқызбаймын, келініме мынандай тілек айтқызбаймын адамдардан, бақытты етемін деп бар деп айтқызбаймын. Это моя Біз боль. шүкір онсыз да бақыттымыз. Иә. Ол келін келсе бақытымыз жай ғана еселенеді. Иә. Ол бізді бақытты етуге міндетті емес. Ол пысық болуға да міндетті емес. Ол салақ болса да, мінез әдемі болса, сіңіліміздей болса, бауырымыздай болса, болды, сол жеткілікті. Оған талап қоймаймыз. Иә, ешкім талап қоюға Міндетті емес, иә. жоқ, ешкім Хақысы талап қоюға да құқық жоқ сияқты. Иә. Сен мынандай бол, өйткені әр адамның қалай айтса болады, өз мінезі бар. өз мінезі бар, өзінің артықшылығы бар. Алланың жаратқан Кемшілігі бар. жаратылысына сен мынандай бол, сен осындай болу керексің деген сияқты талапты қоюға мен ойымша ешкім құқық жоқ сияқты. Себебі әркімнің өзінің басына кемшіліктері мен артықшылықтары жетіп артылады. Сол айтатын сол әйелдер ғой. Әйел қайта қыздың жанын түсінудің орнына тойда бір бәленбай ұрпағы бар бір тәте келеді де, өмірі көрмеген, сөйтіп ақыл айтып отырады. Және ана бір неде де бар ғой видеода. Міне біздің 400 қыздың арасынан тапқан, ақыр қыздың арасынан тапқан қыз, міне сен бақытты не деді? Бірдеңе деп айтты. Сонымен бақытты болды. Сонымен бақытты болды. Көрдіңіз ба сонда? Міне сені таңдап отыр, көрдің ба? Соны бағала деген сияқты бір не ғой? Соны әйел айтып отыр. Қорқасың содан. Қазақтардың дүние келуі де үлкен мәселе, өлуі де үлкен мәселе, үйленуі де үлкен мәселе ғой. Өз өмірлерін өздері қиындатып алған қазақтар. Басқа тірлік жоқ, тек бір-бірімен ғана алысады. Ер адамдар да қазір сондай ғой, барлығы пікірмен ұрысып отырады әйелдермен. Не ойлаймын, олар бір машинаның моторын шашып жұмыс істемей ма, жоқ бау-бақшаға бірдеңе салып жұмыс істемей ма. Тірлік жоқ сияқты қазіргі ер адамдарда көбінесе. Иә. Осындай риторикалық сұрақпен бүгінгі сеансты аяқтаймыз. Пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар, әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылыңыздар. Және Шолпанның күнәсін оқуға кеңес береміз. Оқыған болсаңыздар, қандай ой түйдіңіздер, мүмкін біз айтпаған, ойламаған ерекше бір пікірлеріңіз бар шығар, соларды міндетті түрде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.